Сәлем әлем, сіз Саяхат YouTube арнасындасыз. Қазір мен сендерге күрделі фильмдер арнайы эффект арқылы қалай түсірілетіні туралы айтып беремін. Ал әзірге видеоны тоқтатып, лайк басып жіберейік. Болды, кеттік. Стражи Галактики фильмін қарап болғаннан кейін оның кейіпкерлерімен шынайы өмірде сөйлесіп дос болып қалғың келіп тұрады. Өйткені мамандар оны өте шынайы етіп бейнелеген. Жасыл киім киіп алған бейшара актерға қарай көріңіздер. Иә, ол болашақта жанат жануар болады. Басты кейіпкерді жанатты бейнелеу үшін өте көп уақыт кетті. Біріншіден ойыншық жанатпен алысып, содан соң компьютерде оны ары қарай аяқтап суреттеуге тура келді. Престолдар ойыны деген фильм арнайы эффекттерге толы, әсіресе айдаһар көрсетілетін жерде. Осы көріністе Эмилия Кларк деген актер әйелі барынша тырысу керек болды. Өйткені ол жасыл қапшықты сыйпап отырғанымен айдаһарды сыйпап отырғандай болу керек. Не десең де бұл өте қиын. Жансыз затқа ода жаны бар сияқты күтім көрсету. Нағыз актерлік шебер деген осы. Айдаһардан басқа арнайы эффект арқылы басқа да кейіпкерлер суреттелген. Бірақ осы жолы сәл оңай болғаны, өйткені таяқты айдаһарға айналдырғаны жоқ. Адамдарды мейірімсіз жандарға айналдырды. Маугли фильмі. Қалың ормандар, таза ауа, құстар шырқырауы мен жабайы аңдар, керемет табиғат, иә, осының барлығында мамандар жаңадан бастап жасанды етіп суреттеген. Сенесіз бе, сенбейсіз бе, бірақ осы фильмде бірде-бір көрініс шынайы жерде түсірілген жоқ. Толығымен де компьютерлік графика арқылы жасалған. Қозғалмалы сахна, көк фон, болды, джунгли дайын. Егер режиссерлер осыны айтпаса, біз бұл өтірік жасанды орман екенін білмейтін едік. Бэтмен Темный рыцарь деген фильмді еске алайық. Әсіресе Двуликий деген кейіпкерді. Осындай жарақатты шынайы көрініске айналдыру үшін мамандар күн сайын 6 сағат бойы актердің бетімен алысып жүрді. Режиссерлер оның бетіне грим жасағанша нүктелі жабдықтарды орнатып, содан соң компьютер арқылы жарақатты салу арзанырақ әрі оңайырақ болады деп шешті. Өздерің көріп тұрғандай, нәтижесінде керемет болып шықты. Хоббит фильмінде көркем табиғат пен әртүрлі мақұлықтар көп. Орктар, тролльдар және көптеген айдаһарлар. Осының барлығы компьютерлік графиканың мамандарына толы үлкен командамен жүзеге асты. Хоббит фильмі осындай үлкен 8 ғимараттан тұратын жерде жасалған. Қиялы ойдан шығарылған кейіпкерлер компьютерде жасалып анимациямен жүзеге асты. Ал кейбіреулерін нағыз тірі актерлар арқылы бейнеленген. Мысалы, Голлумды Энди Серкис деген актер арнайы жабдықтарға толы костюммен ойнаған. Ал айдаһарды әйгілі Бенедикт Камбербэтч ойнаған. Айдаһардың рөлін ойнау туралы біз елестете алмаймыз да. Бұл қалай екен айдаһардың рөлін ойнау? Не десең де Бенедикт Камбербэтч жұмысын керемет орындады. Болды достар, егер сізге осы видео ұнаған болса, маған қолдау көрсетіп, лайк басып, достарыңызға таратып, менің Саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.